Так, келесі бізде мынандай есеп берілген, яғни қабырғалары 13, 14 және 15 болатын үш бұрышқа іштей дөңгелек сызылған дейді. Яғни мына суреттегідей. Үш бұрыштан кездейсоқ таңдалған нүкте дөңгелекке тиісті болу ықтималдығы қандай дейді. Так, енді жалпы бұл есепті қалай шығарамыз? Біздер ең алдымен үш бұрыштың ауданын табу керек, сосын дөңгелектің ауданын тауып алуымыз керек. Так, енді үш бұрыштың бізде қабырғасы мынау 13 дейді, мынау 14, мынау 15-ке тең дейді. Егер үш бұрыштың үш қабырғасы белгілі болса, біздер оның ауданын Герон формуласымен шығарамыз. Герон формуласы деген қандай ол? Ол бізде P тең, так, S тең болады, P көбейтілген P азайтылған A, P азайтылған B, P азайтылған S деген формуламен табамыз. Мұндағы A, B, S деген үш бұрыштың қабырғалары, ал P деген ол жарты периметр. Так, жарты периметр деген периметрін тауып аламыз, соны екіге бөлеміз. Мына жерде біздер периметрін бірден тауып алайық. Мынаның бәрін қосатын болсақ 42 шығады, оны екіге бөлетін болсақ 21 шығады екен. Яғни жарты периметр бізде 21-ге тең. Так, енді ары қарай S тең болады, сонда түбір астында 21 көбейтілген. Так, периметр 21-ден аламыз, 13-ті азайтамыз. Көбейтілген 21 азайтылған 14, көбейтілген 21 азайтылған 15. Так, осылай есептеп аламыз. Тең болады, осы жерден біздер жауап бізде 84 деген жауап шығады екен. Яғни мынаның ішінде барлығын көбейтіп азайтатын болсақ 84 деген жауапты аламыз. Так, енді бұл бізде S, яғни ненің ауданы? Үш бұрыштың ауданы, тең болады 84. Так, енді әрі қарай біздер мына дөңгелектің ауданын табу керек. Дөңгелектің ауданын табу үшін бізге радиус керек. Ал енді үш бұрышта жалпы мынандай формула бар тағы да. Ауданын табатын. S тең болады жарты периметр көбейтілген R деген. Мұндағы R деген іштей сызылған шеңбердің радиусы екен, яғни үш бұрышқа. Так, енді біздер осы жерден радиусты табу керек болса бізге, онда R тең болады деймізді, S бөлінген P дейміз. Сонда S бізде 84-ке тең, яғни үш бұрыштың ауданы, бөлеміз жарты периметрге, яғни. Бұл жерде де жарты периметрді қолданамыз. Сол кезде бізде 4 деген жауап шығады. Яғни оған іштей сызылған шеңбердің радиусы 4-ке тең деген сөз. Іштей сызылған дөңгелектің. Так, сонда енді дөңгелектің ауданын табатын болсақ, тең болады, ол бізде пи көбейтілген r-дің квадраты дейді, яғни 4-дің квадраты. Тең болады бізде ол 16 пиге тең екен. Так, енді әрі қарай бізге айтқан үш бұрыштан кездейсоқ таңдалған нүкте дөңгелекке тиісті болу ықтималдығы қандай дейді. Ықтималдықтың бізде формуласы бар еді, яғни ол қандай? P тең болады, мысалға m бөлінген n деген. Енді мұндағы n деген бізде барлық мүмкін жағдай. Яғни мына жерге қарайтын болсақ, ол барлық үш бұрыштың бүкіл жерін түсуі мүмкін. Ол жерде үш бұрыштың ауданы болады, яғни n-іміз. Үш бұрыштың ауданы бізде 84-ке тең болды. Ал енді m деген ол, яғни бізге нақты жағдай, яғни бізде дөңгелекке тиісті болу ықтималдығы деген. Сол үшін нақты жағдайды қарастыратын болсақ, бізде ол 16 пиге тең дөңгелектің ауданы. Так, енді әрі қарай 16 пи деген 16 көбейтілген 3,14 бөлінген 84 деген жауап шығады екен. Әрі қарай енді мынаны көбейтіп бөлетін болсақ, бізде 0,598, яғни 1000,598 деген жауап шығады. Мына есептің жауабы сонда осылай шығады екен.